Кенен Әзірбаев атамыздың 140 жылдық мерейтойына арналып ұйымдастырылған шелерді жалғастыру үшін драматург жазушы Жабал Ерғалиев бауырым маған тапсырған екен. Ықыласпен қарсы алып, мен де әкемнің бір өлеңін айтып беруді ұйғардым. Бұл кісінің балаларға арналған өлеңдері өте көп. Соның ішінде өзінің де балаларына арналған. Мысалы, бір менің өзіме арнап шығарған әндері де бар, өлеңдері бар. Соның бірінде былай дейді: домбырамды сыйлаймын аяулы қызым төрткенге, ән жырымды орындап, әке жолын күткенге. Ерінбей айтып береді, келген менен кеткенге, құмар боп өстің жасыңнан, көпке қызмет еткенге. Болса да бөлек тұрағың, жанымды ұққан құрағым, ризамын мен саған, ерекше туған шырағым. Мұхам сазын өзгертпе, елікте беріп басқаға, ән мұрам саған аманат, домбыраңды тастама деген еді. Міне сол әкенің аманатын өмір бойы арқалап келе жатқан, аянбай сол жолда еңбек етіп келе жатқан перзентінің бірімін. Енді осы челленджді ары қарай жалғастыру ісін атаның жолын қуған баласы, қолынан дәм татқан, ет жеген, батасын алған Саят Медеуов бауырыма тапсырамын. Және де алғашқы шәкірттерімнің бірі, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты, Кенен Әзірбаев шығармашылығына арналған республикалық байқаудың гран-приін жеңіп алған Шолпан Даржанова шәкіртіме ұсынамын.